Мың бала ұлттық олимпиадасы. Нұрсұлтан Назарбаев қоры мен Елбасы академиясы, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігімен серіктесте ауыл оқушыларына арналған мың бала ұлттық олимпиадасын өткізуде. Олимпиада еліміздің ауыл мектептерінің оқушыларын қолдауға және дамытуға бағытталған. Олимпиадаға ауыл мектептерінің 5 және 6 сынып оқушылары қатыса алады. Қатысушылар санына шектеу жоқ. Олимпиада 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең логикалық және кеңістіктік ойлау бөлімдері бойынша танымдық дағдылар деңгейін анықтауға арналған тест тапсырмалары. Бұл кезеңнен мың бала.елбасы академия.kz сайтында кез келген ыңғайлы жерден онлайн режимінде өтуге болады. Бірінші кезеңнен өту үшін құрылғы қажет: компьютер, планшет немесе смартфон және тұрақты интернет байланысы. Сіз сайттағы тест тапсырмаларының үлгілерін жүктеу арқылы олимпиадаға дайындала аласыз. Үздік нәтиже көрсеткен бірінші кезеңнің 5000 финалисі екінші кезеңге өтеді. Екінші кезең математикалық сауаттылық, жаратылыстану, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі пәндері бойынша тестілеу. Бұл кезең мамандандырылған тестілеу орталықтары базасында өтеді. Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша ең үздік нәтиже көрсеткен 1000 қатысушы мың бала олимпиадасының жеңімпазы атанады. Олар дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектептерде оқуға мүмкіндік алады. Ал екінші кезеңге өткен барлық финалистер Елбасы академиясының бірге оқу онлайн мектебінде оқуға қол жеткізеді. 2022 жылдың 19 ақпанынан 20 наурызына дейін мың бала.елбасы академия.kz сайтында тіркеле аласыз. Барлық сұрақтар бойынша 8-800 080 48 48 кол орталығына хабарласуға болады. Қоңырау шалу тегін.